Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі видеода мен НКТ мұғалімдердің квал-тест, яғни біліктілік тесті немесе соңғы жылдары ОЗП деп атайтын болды, оценивание знаний педагогов деп. Сол жайында айтпақпын. Мен өзімнің мектепте істеген 5 жылдық тәжірибемде осы квал-тесті 3 рет тапсырып, 3 рет өткен болатынмын. Және не үшін 3 рет тапсырғаным жайында, сол жайында айтамын. Әңгіме ұзақ болуы мүмкін, бірақ міндетті түрде сіздерге пайдалы ақпараттар болады деп сенемін. Ең алғаш рет мен 2020 жылы тапсырдым. Алғаш рет менде ешқандай біліктілік санаты болған жоқ. Бірден сарапшыға тапсырдым. Себебі өзімнің және оқушыларымның облыстық жетістіктері болғандықтан портфолиям өтеді деген сеніммен бірден сарапшыға тапсырдым. Және де тапсырып 100 сұрақтан 88 ұпай алдым. Яғни мен зерттеушінің тіпті ұпайын жинадым. Бірақ портфолиямды өкінішке орай өткізбей қойды. Себебі оның өз себептері бар. Себебі мен ағылшын тілі мұғалімі болып істедім мектепте, бірақ менің бакалавриаттағы мамандығым аудармашы, яғни аудармасы, және қосымша магистратурам болды. Ол бастауыш оқытудың педагогикасы мен методикасы деген мамандық бойынша, яғни сіз ағылшын тілінің педагогі емессіз, дипломыңыз жарамайды деп өткізбей қойды. Және осыдан кейін мен 2 жылдық дистанционы ағылшын тілі мұғалімі, яғни 2 шет тіл мамандығын оқып бітіріп, дипломды қолға алғанда сіз қайтадан педагог санатын ең төмен дәрежеден бастауыңыз керек, қайтадан тапсыруыңыз керек деп міндетті деді. Содан кейін қайтадан дайындалып 2022 жылы тағы да тапсырдым. Және бұл жолы педагогтың емес, тоже бұл жолда жоғарыға балл 75 ұпай жинадым. Сарапшының ұпайы болу керек примерно. 1 жылды жұмыс жасап, тағы да жетістіктер жинап, облыстық дәреже, аудандық дипломдар жинап, қайтадан 2023 жылы міне жақында осы сәуір айында тапсырдым. Және де бұл жолы да сарапшының ұпайын алдым, бірақ модераторға тапсырып өттім. Қазір 50 сұраққа қысқартқан екен, 30 сұрақ мамандықтан, 20 сұрақ педагогикадан, сонда 4 қатеден болды, ағылшыннан 4 қате, методикадан 4 қате, общий 42 балл болды. Яғни мен модераторға өттім. Яғни менің айтпағым, тесттен қорықпаңыздар, ешқандай қиындығы жоқ, және де ол өтірік, сатылады, әдейі құлатады деген сөздердің барлығы өтірік. Себебі мен үшеуінде де өз күшіммен өттім, және де телеграм-каналдарда, общий чаттарда примерно келетін сұрақтар жүреді. Сол сұрақтарға дайындалып, жаттап, есте сақтап барсаңыз, міндетті түрде өтесіз деп айтқым келеді. Яғни өз мамандығыңызды ол тиісінше өзіңіз білу керексіз.